Менің кәсібім, менің бизнесім. Мен номер 42 Ахмет гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Саматов Мирхат. Менің жобамның тақырыбы күнбағыс жасыл өскінді өсіру және сату бойынша бизнес жоспары. Жобаның мақсаты күнбағыс жасыл өскінді өсіру және сату бойынша бизнес ашу. Міндеттері аймақтың нарықтық экономикасы маркетинг талдаулар жүргізу арқылы микро жасыл өнімдердің нарығын зерттеу. Микро жасылдар нарығының баға саясатын зерттей отырып өнімнің өзіндік құнын анықтау және де микро жасылдарды тұтынушылар арасында кеңінен таратып бәсеке қабілеттілігі арттыру. Өзектілігі қазіргі таңда қоғамның денсаулық деңгейі күн санап төмендеуде және де бұған экологияның нашарлығы, тамақ өнімдеріндегі химияның көп болуы және де отырықшы өмір салтының салт кінәлі. Мұндай жағдайларда семіздік, жүрек қан тамырлары аурулары және де екінші типтегі қант диабеті дамиды. Денені нығайту үшін адамдар көкөністер мен жасыл өнімдерді көп жеуге тырысады. Еуропада және батыста органикалық тағам тренд танымал болуы шынында. Ал біздің Қазақстанда бұл өте қатты танымалдыққа ие емес. Сондықтан біз күнбағыстың жасыл өскіні микрожасылдар деңгейінде өсіріп, тұтынушыларға ұсынып отырмыз. Осы бизнес жоспарымыз тұтынушы нарығын зерттеу нәтижесінде күнбағыс өскін үй жағдайында жеңіл өсіруге және де адам ағзасы үшін құндылығы жоғары таптырмайтын пайдалы тағам екендігін анықтап, өнеркәсібіне енгізу жолдарын іздестірудеміз. Сондықтан болашағында бизнес құруға және нарықта ұзақ уақыт бойы орнығуға мүмкіндігі бар. Нарық пен бәсекелестерді талдау. Микрожасылдар фермасы, Зеленая ферма. Бұл Павлодар қаласында орналасқан Қазақстандағы ең ауқымды жасыл фермалардың бірі болып саналады. Бұның артықшылықтары микрожасылдар түрлерінің саналуан болуы және де оның кемшілігі өнімнің ұсынылған бағаның жоғары болуы. Және біздің Орал қаласында полезный Уральск микрожасылдар үй жағдайында өсіреді, 60 квадрат метрлік және де бұл арнайы жылыжай. Оның артықшылықтары тұтынушыларға жеткізу қарастырылған және де әртүрлі өнімдердің саналуан болуы. Кемшілігі бұл жасыл өнімдердің аз болуына байланысты бар тұтынушыларға жете бермеуі. Маркетинг жоспары. Бастапқы жарнама 100 мың теңге және де ай сайын бөлінетін қаржы 50 мың теңге. Жобаның өндірістік бағдарламасы. Бір айдағы өнім саны бұл 72 килограммды құрайды және де бір өнім үшін біз 1,5 теңге. Бір жылғы сатудан түскен түсім бұл бізде 1,296,000 теңгені құрайды. Жоба үшін қажетті құрал. Бұл бізде бір стеллаж, 3 шам, 30 дана өсіруге арналған контейнерлер және 2 килограмм тұқымдар. Бұның барлығына бізде 50 мың теңге қаржы жойылады. Және де қаржылық жоспар. Бизнеске қосу үшін кететін жалпы шығындар. Бизнес тіркеу үшін әртүрлі сертификаттар 150 мың теңге құрайды. Және де құрал жабдықтар 51 мың теңге, жарнама 100 мың теңге және де тауар запастарын қалыптастыру бұл бізде 200 теңге құрайды. Бұның барлығына бізде 501 мың шығын кетеді. Жобаның кірістері мен шығыстары. Бізде таза табыс айына 72 мың теңге және де рентабелділік 66%. Біз деген 7 айдың ішінде шығынды қайтарып алуға болады. Егер алғашқы 2-3 ай бізде бизнесті дамытуға кетеді десек, онда біз 8-9 ай деп алуға болады. Жобаның тәуекелдер дәрежесін бағалау. Тәуекел түрі аймақ экономикасының нашарлауы. Бұның шешу жолдары нарық конъюнктурасына икемді болу және де тәуекел түрі тұтынушылардың аз болуы. Бұны шешу жолдары тұтынушыға өнім туралы ақпарат жеткізу және жарнама түрлерін ұлғайту. Және де тәуекел түрі жас өскіндер ықпалы, жас өскіндер шықпай қалу тәуекелі. Бұны шешу жолдары біз үнемі жас өскіндер қадағалау және де оны дұрыстап өсіруіміз керек. Свод талдау. Біздің күшті жақтарымыз денсаулыққа пайдасы көп және де салауатты өмір салтын ұстанушылар мен вегетарианшылар арасында өте танымал. Жылдам өседі, төмен бәсекелестік аз орын алады, зиянкестер мен ауруларға бейім емес. Ал біздің әлсіз жақтарымыз сапалы өнім алу үшін білім қажет және өсіру тәжірибесі. Өскінді кесіп алғаннан кейін тек біз 14 күнге дейін сақтай аламыз. Назарларыңызға рахмет.